528 есептің біріншісін шығарайық. 3 модулдің ішінде 2х азайтылған 9,75 тең 2,4/1. Так, 3 2х-ті жаза аламыз да, тең аралас санды ондық бөлшекке айналдырып жазамыз. Ол бізде 2,125-ке тең болады. Қосылған 9,175. 3 2х тең екеуінің қосындысы 12-ке тең болады. Сонда 2х модулдің ішінде 12 бөлінген 3. Сонда 2х тең болады бізде 4-та. Енді х-ымыз тең болады 4 бөлінген 2. Сонда жауабы тең болады екен 2-ке. Х санымыз модульдің ішінде тұрғандықтан екі жағдайды қарастырамыз. Х-тен -2-ке және х-тен 2-ге деген. Бұл бізде біріншісі. Келесі екіншісін шығарайық. Екіншісінде -4 модуль ішінде 5 қосылған 6,5-тен 2 тең -5,6-ға. Так, 5-тің өзім жазып қояйын, тең -5,6. 6,5-тен 2 санын ондық бөлшек түрінде жазатын болсақ, 6,4-ке тең. -6,4. -4, 5. Тен екеуін азайтатын болсақ, бізде так 11, 12-ке тең болады. -12-ке тең болады. Енді 5х қой екен ғой бәсе, берілгенде 5х. 5х тең -12 бөлінген -4, сонда 5х тең болады 3-ке. Сонда х-ымыз тең модульдің ішіндегі 3 бөлінген 5. Сонда х тең болады 0,6-ға. Енді модульдің ішінде тұрғандықтан екі жағдайды қарастырамыз. Х-тен 0,6, х-тен -0,6-ға тең деп. Үшіншісін шығарайық. -2 х қосылған 1 қосыл 4,3-тен 1 тең болады -1,3-тен 2-ге. -2х қосылған 1 тең -1,3,2 болады. Азайтылған 4,3-тен 1. -2х қосылған 1 тең. Так, бұрыс бөлшекке айналдырып алатын болсақ, 3, 5 болады. Так, 12, 13 болады. Азайтатын болсақ, -18 болады. Екеу қосылып кетеді. Сонда бөлінген 3 -6-ға тең болады. Сонда х қосылған 1 модульдің ішіндегі тең -6 бөлінген -2. Сонда х қосылған 1-іміз тең бізде 3 санына. Бұны бірінші жақша деп қарастырайық. Сонда х тең болады бізде 2-ке. Екінші дәл осыны енді минус деп алуымыз керек. Тең 3-ке. Сонда нәтижесі х қосылған 1 -3-ке болады. Сонда х-ымыз тең -4-ке. Сонда 2 х-тің мәні жауап болады екен. 529 есептің біріншісін шығарайық. -30а көбейтілген -56. Бөлшектің бөлімінде 2а көбейтілген 14 көбейтілген -5 тең. Так, 56 мен 14 санын қысқартатын болсақ 1 болады, 4-ке тең болады. Так, 30 сан мен 5 санын қысқартайық, немесе а мен қысқартсақ та болады бізде.
амен қысқартатын болсақ 2амен қалады, амен а жойылып кетеді де 15-ке қалады. Сонда бізде 5-іміз қысқарған жоқ. Бөлшектің алымында қалды бізде. Сонда екеуінің көбейтіндісі 60-қа тең, 2 минусымыз плюс болып кетті. Оны минус 5-ке бөлетін болсақ, минус 12-ге тең болды. Келесі екіншісін шығарайық. Минус 2v көбейтілген минус 3v көбейтілген 125. Бөлшектің бөлімінде 5 көбейтілген минус 75v тең. Так, көбейтіп шайық. Көбейтсек бөлшектің алымы тең болады бізде 750v-ға. 2 минусымыз плюс болып кетеді. Ал бөлшектің бөлімі тең болады минус 375-ке. В-ға. В мен В қысқарып кетеді осы жерде. Сонда жауабы минус 2-ке тең болады екен. Келесі үшіншісін шығарайық. Минус 33а көбейтілген 6,5v бөлшектің бөлімі 0,5v көбейтілген 1,3 көбейтілген минус 11а. Так, минус 11а мен 33аны қысқартып жіберейік. 11 санының өзіне, сонда 3 болады. Так, 6,5 пен 0,10 екеуін көбейтетін болсақ, бізде 0,65 болады. Бізде В бар екен ғой, В-ға тең болады. Сонда екеуін қысқартып жіберетін болсақ, 10-ға тең болады. Сонда көбейтіндісі 30 болады екен. Мына екеуін көбейткенде мына нәтижені алдым, О мен мынаны қысқартып жібердім ғой. Келесі төртінші есебін шығарайық. Минус 88АВ көбейтілген 9,3 бөлшектің бөлімінде 3,1 көбейтілген минус 6,16 көбейтілген минус 4АВ. Тең нәтижесі бізде алымы тең болады минус 818,14АВ-ға. Ал бөлшектің бөлімі 81,84АВ. Соның нәтижесі тең болады минус 10-ға. Келесі 530 есептің біріншісін шығарамыз. Модульдің ішіндегі сандарды бірінші шығарып алайық. Ол дегеніміз сонда минус 5,16-тан модульден 10 таңба қабылдайды. Сонда 5,16 шығады. Көбейтілген 9 көбейтілген 1,15. Теңде жалғастырайын, яғни бұл берілгеннен кейінгісі минус 2,17 көбейтілген минус 0,18 көбейтілген 1,14 болады. Тең, енді қысқартайық. Бізде 5,16 мен 1,14-ті қысқартатын болсақ, бізде 4-ке тең болады. 9 бен 2,17-ні қысқартатын болсақ, 0,13-ке тең болады. Енді қалған жазбайық. Сонда бізде қалды 4 көбейтілген 1,15 қалды. Бөлшектің бөлімі 2 минусымыз плюс болады. 0,13 көбейтілген 0,18 тең. Сонда бөлшектің бөлімі 0,124 болады. Алымы 6-ға тең. 6-ны 0,124-ке бөлетін болсақ, 25-ке тең болады екен. Келесі екіншісін шығарамыз. Тең деп жалғастырам. Берілгеннен кейінгісі 3,12-ден азайтамыз 4-ті. Ол бізде 0,18-ге тең болады. Модульден шығарсақ 10 таңба шығады. 0,18 көбейтілген 8,11 көбейтілген, екеуін азайтатын болсақ 0,15-ке тең болады.
Ал бөлшектің бөлімінде 0,9-ның өзін жазамын. Көбейтілген 3,2 оң таңба болып шығады. 3,2 көбейтілген 0,175 тең. Так, бөлшектің алымын көбейтетін болсақ 18-ге тең болады. Бөлшектің бөлімін көбейтетін болсақ 12-ге тең болады. Тең болады 1,5-ге.